Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге мерекелік дастарханға арналған тойымды салат жасайтын боламыз. Соңына дейін қарап менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Салатымызға керек заттарды алдын ала дайындап аламыз. Жарты пиязымызды ұсақтап, кубиктап турап аламыз. Алдын ала суға пісіріп алған тауық етін де кубиктап тураймыз. Келесі қара слива, оны да жылы суға жуып алып, осылай тураймыз. Қиярымызды корейский теркадан өткізіп аламыз. Келесі жұмыртқамызды да үккіштен өткізіп аламыз. Табаға аздап май құямыз да пиязымызды салып 2-3 минут қуырып аламыз. Үстіне шампиньонымызды салып, аздап тұз қосып, тағы да 2-3 минутқа қуырып аламыз. Дайындап алған тарелкамызға салатымызды жинауға кірісеміз. Бірінші қара сливамызды саламыз. Үстіне туралған тауық етін төсеп шығамыз. Жақсылап жаймалаймыз, бізге 4 бұрышты форма шығу керек. Енді үстіне майонез құйып шығамыз. Майонездің бір жақ ұшын кішкене кесіп алсаңыздар ыңғайлы. Аздап тұз себеміз. Келесі үккіштен өткізіп алған жұмыртқамыздың жарты бөлігін саламыз. Тағы да аздап тұз себеміз. Енді қуырып алған шампиньонымыз бен пиязымызды үстіне саламыз. Жақсылап бір келке етіп жаймалап шығамыз. Үстіне тағы да майонез, үстіне үгітіп алған жаңғағымызды сеуіп шығамыз. Жаңғақты аздап қоссаңыздар да болады. Тағы да майонез, құрғақ болып қалмас үшін майонезді міндетті түрде жағамыз. Содан кейін жұмыртқамыздың қалған бөлігін саламыз. Жақсылап жаймалаймыз. Тағы да майонез жағамыз. Тұздан аздап сеуіп шығамыз. Соңғы слой бізде қияр. Қияр мен салаттың жан-жағын жақсылап жауып шығамыз. Енді майонезбен бетін осылай өрнектеп, жаңғақтарымызды қойып әдемілеп шығамыз. Салатымыз дайын, сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Мерекелік дастархандарыңызды жайнатқыларыңыз келсе, осы салатты міндетті түрде жасаңыздар. Әрі тойымды, әрі дәмді. Ас болсын, сіздермен болған меруерт.